Алуа шыдай тұршы, е. Кішкене ғана қалды. Біз міне кел қалдық. Алуа, демалшы, демал. Марат, тездетші бол, тездетші. Басып келем, ұшайын ба енді. Жомарт, сабыр сақта. Бәрі жақсы болады. Алла қаласа жетеміз. Алуа қалай? Жаман, кем жетпей жатыр. Марат, сен ойымдама. Менде бәрі жақсы. Сен жолыңа қара. Алуа, сен жақсы, Алуа жақсы. Сен тек сөйлемеш, жарай ма? Демала бер. Я, Алуа, бәрі жақсы болады, ойымдама. Демал. Марат, бұлай болмайды. Қашанға дейін осылай бола береді? Біздің қолымыздан не келеді? Біз жай ғана халықпыз. Көмектесетін адамдар бар ғой, мемлекет, ауыл көсемдері, меценаттар, еліміздің актерлары мен әншілері. Солар істесін осының бәрі. Қайда енді олардың бәрі? Қайда енді олардың бәрі? Мемлекет мұндай қатты қарқынға дайын болмады. Астана мен Алматыға аппараттар жетпей тұрғанда біздің ақшаға қайдан келер? Еліміздің байлары анау дәрілердің бәрін сатып алып үйлерінде қамалып отыр. Актер мен әншілер. Актер мен әншілер олар сөйлей береді. Осы ауылға қарамай инстаграмда сыйлық ұтып алыңдар деп халықтың ақшасын сыпырып жатыр. Енді бәрі ондай емес қой. Баршалар арасында көмектеседі. Бар осы барша. Бірақ олардың көбісі Алматы мен Астанада ғой. Елімізде ауылдарымыз қаншама. Олардың бәріне қолдар жетпейді. Бәрін өзіміз қолға алуымыз керек. Аға? Қарындасым қалай? Аппаратқа қойдық. Ем алу қалыпта келді. Уайым беріп тұр жоқ. Қайда? Үлгіргендері жақсы болды. Ауру ары қарай асқынып кетпеді. Кіруге бола ма? Жоқ, балам. Аурухана карантинде. Сендер түгілі басқа дәрігерлерге кіруге болмайды. Анаң қалай? Денсаулығы жақсы ма? Жақсы аға. Сізге сәлем жолдаған. Рахмет. Сендер ауылға қайта беріңдер. Ол кем дегенде бізде 10 күндей жатыр. Жақсы аға. Аман болыңыздар. Аға, сіздер ауырмаңыздар. Рахмет. Сау тұрыңыз. Марат, бәрін өз қолымызға аламыз. Біріншіден ауылдағы жігіттерге айтып көрем. Егер олар қолдаса, онда бәрі қосылып кетер. Жақсы. Мен де қосылам. Не істеуіміз керек? Екіншіден банктен бір шот ашып, соған халықтан жиналған ақшаны салып отырамыз. Сол ақшаларға керек аппараттар мен дәрі-дәрмектерді алып отырамыз. Онша көп ақша жинала қоймас. Ауылдағы адамдардың халдері мүшкіл. Өздері әрең дегенде жалақыдан жалаққа дейін өмір сүріп келеді. Марат, егер олай ойлай берсек, онда ешқашан ақша жинай алмаймыз. Менің білетінім, біздің ауылда қол ұшын беретін жақсы адамдар көп. Жақсы.
Бұйыртса ертеңнен бастаймыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осы группаға менің ең жақын достарымды қосып қойдым. Қазір елімізде дүниежүзінде болып жатқан жағдайды барлығымыз білеміз. Мемлекет бәріне көмектесуге үлгермей жатыр. Сондықтан өзіміз қолдан келгенше ауылдағы ауруханаға көмектесейік. Мен жіберген шотқа ақша жинап, ең болмаса маска мен дәрі-дәрмектерін алып берейік. Не болды? Айтсаңшы, не болды? Ауруханада аппаратқа қосатын баллондар бітіп қалды. Ауруларға кислород жетіспей жатыр. Бәрі шеттерінен батыр, ауыздарына керегені сайлай береді. Нақты керек кезде жоғалып кетеді. Қалай бітті? Кеше ғана әкім бәрі жеткілікті деді ғой. Айта береді емес пе үкімет? Марат тағы қалаға кетті. Өз машинасымен, өз ақшасына баллон әкеле жатыр. Оның анасы да ауруханада жатыр. Қанат, енді маған неге айтпадың? Мен саған ақша беретін едім ғой. Ақшаңды қойшы. Әрекет жасап қозғалмасақ, ақшамыз бір орында жата береді. 3 адам қайтыс болды. Марат соны естіп, баллонға қала қызыта жөнелді. Барып, әкіммен сөйлесіп көру керек. Ауылдағы медицинаттан сұрамасақ, басқа кімнен сұраймыз? Барсақ барайық. Келдік. Қалай? Айдынның жіберген баллондар ма? Иә. Қанша? 50 баллон. Ішке кіргізе беріңіз. Жақсы. Қалайсыңдар жігіттер? Ассалаумағалейкум. Бәрі жақсы ма? Жомарт. Ассалаумағалейкум, Айдын. Қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма? Алла разы болсын. Баллонның жоқтығын қайдан естің? Кеше маған әкім хабарласты. Жағдайдың бәрін түсіндіріп айтты. Қалаға барып 50 баллон алып келдік. Кем дегенде осы да көмегіміз болсын. Алладан қайтсын. Жомарт. Иә. Сенің WhatsApp-та ашқан қайырымдылық группаң жайлы естідім. Жарайсың. Кешке шоттарың ақша аударып жіберем. Рахмет, жол болсын. Здрасте. Аспирин 500 штук. Аналгин. Давай я пока соберу. Подождите. Хорошо.
Молодой человек, подойдите. Сидит. Сейчас убрал. Так. Хочешь, я тебе помогу с большим количеством медикаментов? Где вы мне можете доставить столько много лекарств? Тут сумма идет не 200 или 500, а больших суммах. Хорошо, насчет денег не переживайте. Когда и как вы мне можете предоставить столько много лекарств? Я заказываю из России. В течение 3 дней будут. Ты оплати мне половину. Оставшуюся сумму, как придет, отдашь. Я умар. Жомарт, сейчас, одну минуту. Хорошо. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам балам. Анау Ақжардағы ауруханаға ақша жинап жатқан сенсің бе? Иә, менмін. Не болып қалды? Жоқ, ештеңе. Мен сол ана сендердің қорларыңа ақша аударам. Бірақ енді сенің алаяқ, аферист емес екеніңді қайдан білем? Аға, уайымдамаңыз. Біз ешқандай да аферист емеспіз. Менің есімім Жомарт. Осыған мен жауаптымын. Шынымен қорда жиналған ақшаға ауруханаға керек заттарды алып жүрміз. Интернет, ВКонтакт, Инстаграм деген жерлерге алған заттардың чектерін күнде салып отырамыз. Қаржылай көмектескен адамдардың да есімдерін жазып отырамыз. Қорықпаңыз. Бәрі ашық. Ай балам, осы мына интернет дегенді мен білмеймін. Бірақ енді менің салған ақшам ана ауруханадағы ауруларға емес, алаяқ аферистерге солардың қалтасына кетіп қаламы деп қорқам. Сондықтан мінеке әтейлеп арнап, саған мінеке звондап, түріңді көрейін, көзіне қарайын деп отырмын. Бірақ енді сөзінің төркіне қарасам, ондай адамдарға ұқсамайтын сияқтысың. Сіз жіберген ақшаңызды ауырып жатқан адамдардың сауығып кетуіне жұмсаймыз. Ешкімнің де қалтасына бармайды. Алла тағалам істеп жатқан ісімізге куә. Еш уайымдамаңыз. Ал жақсы балам, сөзіңе сендім. Аман болыңдар. Алла береке берсін істеп жатқан істеріңе. Амин, рахмет. Сколько? 27 500. Значит, эти деньги не твои личные? Эти деньги собраны народом? Да. Мы эти деньги собрали всем аулу, чтобы помочь больным и тем, кто пострадал от этой болезни. Хорошо, Жомарт. Жди моего звонка. Скоро ты получишь все необходимые препараты. Хорошо. Жомарт! Жомарт деймін. Саған звондап жатыр. Алло. Иә, Жомарт. Ал. Сіз кімсіз? Амасы, танымай қалдым. Сізге? Қанша? Қандай керек? Дәулетпен сөйлесіп көріңіз. Сөйлесіп қойдыңыз ба? Біз жолдамыз. Жақсы, күтіңіз онда. 2-3 сағатта боламыз. Кім ол? Ақсуаттың дәрігері. Үлкен көлемде дәрі алғанымызды естіп сұрап жатыр. Біз береміз бе? Өзімізге жете ме? Береміз. Әдейі артығымен алып қойдық. Жеңілмедік сынба өмірде әнімді сен тыңда. Өздері алып кете ме? Иә. Олар бізді Ақжарда күтіп отыр.
Алло, иә Ербол. Қалайсың? Кел жатырмыз, иә. Аха, қасымда. Айта бер маған, ол рөлде отыр. Немене? Қалай? Жақсы. Айтып. Не болып қалды? Мені сұрап жатыр ма? Әлде дәулет пе? Бәріне бермеймін деп жатқан. Марат. Сенің мамаң ауыр халде жатыр. Қалай? Не болып қалды? Кеше ғана беті бері қарады деген жоқ па? Білмеймін. Ербол саған ескертіп қойсын деді. Кез келіңдер деп жатыр. Түсініңіздерші, бізде аппараттар саны шектеулі, барлығына бірдей жетпейді. Әрқайсысына кезек-кезекте қойып жатырмыз. Жібердіңдер. Мараттың анасының жасы үлкен болғандықтан ауруды көтеру қиын болып жатыр. Біз ешкімнің өліп қалғанын қаламаймыз ғой. Бәріне бірдей қарауымыз керек. Түсініңіздерші кішкене. Түсінікті, рахмет. Марат, сабыр сақта. Анаң тірі, анаң жағдайы бір қалыпты. Оның өмірін сақтап қалуға тырысып жатырмыз. Сабыр сақта. Су беріңіз. Су бар ма? Мен сендерге баллонды өз ақшама сатып алып жүрдім. Барлығына қоспағансыңдар ма? Әлде жетпей қалды ма? Сен олай деме. Біз бәріне қосып жүрміз. Сенің анаңа да қосып жүрміз. Сабыр сақта. ішіп алшы. Марат. Амансыңдар ма? Дәрілерді әкеліңдер ме? Аман біз алдық. Маған Ақсуаттан хабарласты. Білем. Оларға мен айтқан. Оларда қазір тапшылық. Мүмкіндігімізше береміз. Әке. Мараттың анасы қалай? Сауығып кете ме? Жомарт, білмеймін. Бәрі бір Алланың қолында. Біз қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Аппараттардың жоқтығынан көбісі нашарлап барады. Дәке, білмеймін не айтып тұрған. Жандарын сақтап қалуға тырыс, аппараттарыңды алып келіп береміз. Өлтіріл, жандарын сақтап қал. Тездетіңдерші! Сендер мынаның ішінде не болып жатқанын білмейсіңдер ғой. Біз сендердің ойларыңша ойнап жүр екенбіз ғой. Көп оттамада біздің жұмысымызға араласпа. Қолымыздан келгенше емдеп жатырмыз. Үйге бармай осында қонып жүрміз. Отбасымызды көрмегенімізге қанша күн болған білесің бе сен? Бірінші ауырып қалатындардың қатарында тұрған біздер. Ойламай сөйлеп қой. Аппараттарды тез уақытта табуға уәде беремін. Сен де кешір. Дұрыс ұйқы көрмегенімізге бірнеше күн болды. Күнде ауру көресің. Оңай емес. Күніміз стресспен өтіп жатыр. Түсінем. Жақсы. Өздеріңе берік болыңдар. Мен Маратты алып кетейін.
Иә. Ақжардан. Жомарт. Менің атым Жомарт. Кислородный концентрат. Қайтып қалды? Қалай бітіп қалды? Біз келіскен едік қой. Қалай бітіп қалды? Алло? Алло? 15-ші нөмір жоқ деп жатыр. Жағдайымыз нашар. Маған не болды? Мынау емес пе? Мен не дедім? Аға, мен ештеңе алмаймын. Маған көмектесіп жіберіңізші. Менде 645 теңге бар. Мен сізге осы ақшаны берейін. Ал сіз оны мына шотқа салып жіберіңізші. Осыған ба? Иә. Каспий ма? Иә. Қанша дейсің? 645. Жібердім. Ой, қойбай қызым-ау, қайда жүрсің сен? А? Сен іздемеген жерің жоқ қой. Кешіріңіз. Сізге кедергі жасаған жоқ па? Әлгі үйдегі копилкасынан ақшасын бәрін жиып алып, бір шотқа салам деп, адамдарды емдеймін, көмектесем деп жүр өзі. Сіздің қызыңыз ба? Иә. Жүр. Сіздің қызыңыз нағыз батыр екен. Ол бәрін беруге дайын тұр. Сізден қашып, өзінің ойлаған мақсатына жету жолында аянып қалмады. Оған. Бұл саған. Мен даян. Шыраға, айт, неге кетпесе? А? Екі жүз жиырма теңге. 220 теңге. 220. Орталықта тұратын Әбдірахман ақсақал бар ғой? Иә. Өзінің 10 қойын сойып, ет насып бәйбішесі екеуі ауруханада жатқан кісілерге апарып берді. Өзіні тұралық бер бол деген жігіт 100 литр қымызын ауруханаға теген апарып береді. Ондай адамдар көп. Көп ондайлар, е. Рас. Е, көп ондай. Халық қолдап кетті өзі. Ей, не? Қайда кетіп қалдың? Ренжіп қалдың ба не? Жоқ. Көңілім отыр. Жай ішін таза өждіп кеттім. Бәрі дұрыс. Менде жаңа бір қызық оқиға болды. Банкоматқа барсам, бір апа бірдеңен басып тұр. 10-15 минут тұрған шығар. Көмектесейін деп барсам, ақша салғысы келіп тұр екен. Апа, сізге көмектесіп берейін бе? Иә балам, көмектесіп жібересің ғой деймін. Ақша салайын деп едім, қалай жіберерімді білмей тұрған. Немереңізге жіберейін деп жатсыз ба? Қайда саласыз? Шоттың номері бар ма? Немере емес. Мына біздің Ақжарда қайырымдылық қоры ашылыпты. Ауруханаға дәрмекпен көмектесіп жатқан көрінеді. Соған мен де өз үлесімді қосайын дегенім ғой. Қанша саласыз? 67 мың. Мына конверттің ішінде барлық пенсия. Осыны түгелмен сал. Мен қартайған адамым ғой. Маған ақшаның қажеті бола қоймас. Одан да ана ауруханада жатқан адамдарға ем болсын дегенім ғой балам. Рахмет сізге. Кеше маған да бір қыз жазып тұр. Америкадан. Осы Ақжардың тумасы екен. Америкада оқып жүрмін.
кайрымдуулук кор жайлы эстедим, соған акчалай көмөк бергим келет деди. Сосын мен биздин шоттун номерин бере салгам. Акчаны бирден аударып жиберген ғой. Бәсе маған кеше танымайтын банктен біреу ақша аударып жіберді. Иә, сол кыз. Чекті фотоға түсіріп тұрып салып жіберген. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Ареке. Жоғаршыңыз, келіңіз. Отырыңыз. Жомарт, айтайын деген. Сендер больницаға аппарат алып жатыр екенсіңдер ғой? Иә. Менің бір танысым Қытайдан Қазақстанға сондай аппараттарды заказбен әкеліп жүреді. Жақсы болды ғой. Өмірін жазбыш. Қыз. Есімі Қайрат. Хабарласайық. Рахмет, аға. Қал жағдайыңыз қалай? Өзіңізді қалай сезінесіз? Бұл кісіге 1 сағаттан 20 минутқа аппаратқа қосыңыз. 25 минуттан кейін мына кісіге бастаңыз аппарат. Арай. 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 Дәулет аға? Бар, ұйықтау. Жоқ аға, мен ұйықтамаймын. Жаңа ғана кофе ішіп алдым. Бар. Дұрыстап ұйқың қандырма. Мен қарай тұрам. Бар. Дәулет аға, аппараттар келген соң бәрі өзгереді ғой. Жағдайым жақсара ма? Солай деп ниеттенейік. Бәрін бір алла білді. Ең бастысы аппараттарды тапсырыс бердік. Жомарттың айтуынша 10 күннің ішінде келіп қалуы. Рахмет, Дәулет аға. Барады, мен қараймын. Асауик, братан. Ой, бес оттым. Перчатканы шешпейсің, родной. Жігіттер, сендер менің ойнайтын уақытым жоқ. Өз жұмыстарыңмен, жолдарыңмен жүре беріңдерші. Стоп. Қайда қойын? Қайда сықтың? Сен білмейсің бе? Мен не керек сендер? Бірақ сен ойнайын деп жатырсың ба? Жұмыс жоқ кезде ел жұрттан ақша жинап рахаттанып жүрсің ба? Қайдағы рахаттанып, жігіттер, біз барлық ақшаға ауылдағы ауруханаға аппараттар сатып алдық. Сендер өз не айтып тұрғандарыңды ойланып тұрсыңдар ма? Ат ойлап қоясың ба не? Давай, жаса. Давай, тұрмасайшы қарап. Жаса, кигіз давай. Қалталарын қараш. Қараш, алдағы күшін қара. Тұрмаңдаршы, давай. Жоқ, таза. Таста бол. Айда, кет.
Жомарт. Айтқым келген аппараттар Қазақстанға кірді. Енді шекарадан бізге дейін жеткізуін күтуіміз керек. Есеңсің бе? Шыда. 6 саған сенді. Енді осы істі аяқтау парыз. Дәулет аға. Дәулет аға, не болып қалды? Неге тез шығып кеттіңіз? Дәулет аға, бәрі жақсы ма? Ары, тегіл жай, темекші шегейін деп. Жақсы. Бір нәрсе болып қалса айтасыз, мен іште боламын. Жақсы, бара бер. Рахмет. Қалайсың, Кәке? Жақсарым, өзің. Жаман емес. Түрің бұзылып тұр ғой. Не істерін білмеймін. Істеу. Ештеңе істей алмайсың. Маған аппараттар қажет. Аурулар күннен күнге көбейіп келеді. Ал біз оларды аппаратқа қоса алмаймыз. Олар қиналып жатыр. Ауа жетпей. Аппараттар бізде шеу ғана. Сен түсінесің бе? Адамдар больницаға емделем деп келеді. Палатаға кіргенде олар маған аянышты көзбен қарағанда, туыстары келіп, жағдайын сұрағанда, маған өтірік айтқаннан басқа ештеңе қалмайды. Қалай аппарат жоқ? Жомарт айтып еді ғой, үлкен партияға тапсырыс бердім. Тапсырыс бергеніне 10 күннен асты. Келетін уақыты да болды ғой. Әлі келмеген бе? Жомарттан хабар жоқ. Бірнеше рет хабарласып едім, өшірулі болып жатыр. Ана Қытайдағы адамы да алдап кеткен сияқты. Жалпы сен Жомартқа сенесің бе? Заман мынау. Ондай ақшаны екінің бірі қолға ұстай алмайды. Дәулет аға, 7-ші палатаға тезірек аурудың халі нашарлап кетті. Жақсы. Жүріңіз тезірек. Жомарт!